Шариғат бойынша адам соңғы сәтінде иман ететін болса, немесе тәубе ететін болса, қабыл болмайды. Себебі ажалды көріп, ақиқатқа көзі жетіп, иман ету ғайыпқа иман ету болып саналмайды. Құранда перғауынның өлім сәтіндегі иман етуін мысалға келтіреді. Соңғы деміне дейін иман етпестен күпірлік етіп келген перғауын суға тұншығатын сәтте иман еттім дейді. Алайда Алла оның иманын қабыл етпейді. Құранда бұл турасында перғауын суға батуға айналғанда Исраил ұрпақтары сенген Құдайдан басқа ешбір Құдай жоқтығына кәміл сендім, мен мұсылман болдым деді. Енді ғана иман айттың ба? Сен бұрын расында қарсыласқан бұзақ едің. Юнус сүресі 90-91 аят. Басқа бір аятта былай дейді: олар азабымызды көргенде біз бір Аллаға ғана сендік, енді оған серік еткен нәрселерімізге қарсымыз дейді. Олардың азабымызды көргенде ғана айтқан имандары өздеріне ешқандай пайда бермейді. Бұл Алланың кәпірлерге қарсы ұстанған жолы. Бұл кезде кәпірлер зиян шегеді. Мумин сүресі 84-85 аят. Сол секілді пенденің ажал алдындағы тәубесі де қабыл емес. Жан алқымға келмей тұрып, күн батыстан шықпай тұрып, иман ету және тәубе ету керек. Қайшы жағдайда соңғы айтқан сөзі есепке алынбайтын болады. Матуриди сенім мектебінің ұстанымы бойынша адамның соңғы сәтіндегі халіне қарап емес, өміріндегі амалы бойынша күн беріледі. Яғни адам өмірін кәпір болып өткізіп, соңғы демінде иман етсе, мұсылман болып есептелмейді. Сондай-ақ өмірін иманмен өткізген жан соңғы демінде калимаға тілі келмей, күпірлік сөз айтып қойса, кәпір болып емес, мұсылман болып дүниеден өткен болмақ. Мұсылман пенде әрдайым мына дұғаны жасаған абзал болмақ: уа, жер мен көктің жаратушысы, бұл дүние мен ақыреттегі ием өзіңсің. Мені мұсылман қалпында ала көр және игілер қатарына қос. Юсуф сүресі 101 аят.